Мені осы сөзім үшін жерден алып, жерге салып, жек көрсе де, ақиқатын айту керек. Әлемдегі ең мықты ұлт ол Израиль. Ең қуатты мемлекет тағы да Израиль. Ұлт ретінде біз олардан үш-ақ нәрсені алуымыз керек. Және осы үш нәрсе Израильді күшті қылып тұр. Біріншісі ауызбіршілігі. Жердің бір шетінде Израильдің бойында қаны бар бір адам жүр десе, міндетті түрде оны израильдіктер бауырына тартады. Мәселен, ит арқасы қиянда жердің бір шетінде бір азамат жүр, оның бойында израильдіктің бір тамшы қаны бар десе, израильдіктер оны еврей деп бауырына тартып, қатарына қосады. Бір-бірін қатты қолдайды. Бұл бір. Екінші, ғылым білімге иек артады. Діни догмаға, қоғамның пікіріне, болмаса анау айтты, мынау айтты емес, ғылымға, оқу ағартуға, білімге арқа сүйейді. Соның арқасында олар білім жөнінен медицинада басқа жағын алды. Үшіншісі, ең маңызды болса, талантты адамдарды қолдайды. Қабілетті, күшті азаматтарға қолдау көрсетеді, жолын жаппайды. Сондай адамдардың соңынан ереді ол мемлекет, саяси қайраткер болсын, мейлі ол өзінің идеясы бар азамат болсын. Яғни үш-ақ нәрсе: бірінші ауызбіршілігі, екіншісі ғылым білімге арқа сүйейді, үшіншісі идеясы бар азаматтарды қолдайды. Міне, талантты, идеясы бар. Осы үш-ақ нәрсе қазанның үш бұты сияқты Израильді көкке көтеріп тұр. Сондықтан да біздің арамыздан да идеясы мықты азаматтар бар, талантты, қабілетті, күшті қыз-жігіттер көп. Біз соларды қолдауымыз керек. Және анау южан, анау запад, анау орыс тілді, анау қазақ тілді, анау пәлен-түген кезінде кетіп қалған анау мынау демей, қазақ болдыма құрметтеуіміз керек, бауырымызға тартуымыз керек. Және үшіншісі, жаңа жоғарыда айтқан ғылым білімге, ағартушылыққа иек арту және соған арқа сүйеу. Сондықтан да осы үш-ақ нәрсе Израильді қазір әлемде күшті мемлекет, қуатты ұлт, сапалы ел қылып тұр. Осы үш-ақ нәрсе бізде көкке көтереді.